Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге магазиндегі пряниктерден де өте дәмді болып шығатын жұмсақ әрі зиянсыз, балаларыңызға қорықпай өз қолдарыңызбен жасап беруге болатын карамельді пряниктің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды салып отқа қоямыз. Қантымыз карамельді түске ене бастағанша қантымызды қозғамаймыз. Карамельді түске ене бастаған кезде қантымызды лопатканың көмегімен жай-жайдан қозғап отыруға болады. Мінекей қантымыз толық еріп карамельге айналды. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық сүтімізді аз-аздан құя отырып, тез-тез араластырамыз. Сүттің барлығын бірден құйып жібермеңіздер. Қатты ыстық болып көтеріліп, күйіп қалуыңыз мүмкін. Содан кейін миотымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Және де дәмдеуіштеріміз корица, имбирь және де мускатный орехымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды жарып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз да, үстінен дайындап қойған карамельді массамызды құйып, тез-тез венчиктің көмегімен араластырамыз. Содан кейін шым-шым тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға ас содасы мен разрыхлительді салып араластырамыз. Содан кейін сұйық массаға аз-аздан ұнымызды сала отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Үстеліміздің үстіне азғантай ұн сеуіп, тестамыздың екі жағын ұнға малып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тестамыздағы артық ұндарды қағып тастаймыз. Содан кейін үстелдің үстіндегі артық ұндарды да алып тастаймыз. Тестамызды оқтаудың көмегімен жайып алып, кез келген формада кесе берсеңіздер болады. Менде осындай тарталеткаға арналған кішкентай дөңгелек форма, осымен барлығын кесіп алдым. Пряниктің қалыңдығы шамамен осылай болып шығуы керек. Артық обрезкалардың барлығын біріктіріп, жайып алып, оларды да дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Алдын ала қызған 180 градус пешімізге 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пряниктеріміз пісіп шықты. Ішкі бөлігінің барлығын пісіп шыққанын осылай зубочистканың көмегімен тексеріп аламыз. Енді сиробын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызда 130 грамм қант және де 60 грамм су бар. Осыны жай отқа қоямыз да қанты ерігенше жақсылап араластырып тұрамыз. Қантымыз еріп және де қайнайды. Сиробымыз сәл қоюланғаннан кейін отты өшіріп сиробымызды аламыз. Суыған пряниктерімізді осылай аз-аздан ыдысымызға салып, және де 2 ас қасықтан сиробымызды құя отырып, жақсылап араластырамыз. Пряниктер сиропты бойына толығымен сіңіргеннен кейін ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.